Оның анасы менің оқушым. Ақтөбе университетінде, музыка факультетінде дәріс алды. Жақсы оқыды, дауысы өте жоғары. Сол оқып жүргенінде филология факультетінде оқып жүрген Қанат деген жігітті кездестірді. Екеуін бірін жақсы көріп, үйленіп, үй құрды. Сондай тату тәтті, өнерлі отбасы. Олардың тұңғыштары міне Димаш. Димаш өзінің тұқымынан дарыған, анасынан дарыған өнер деп айтуға болады. Димаш енді ата-анадан асып туған бала болды. Біздің мақтанышымыз Ақтөбе өңірінің, Қазақстанның дүлдүлі. Құрметті меймандар, әңгіме дүкенімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз Дайдидау әнінің тарихы және қазіргі кездегі оның таралуы. Дайдидау әні мыңдаған халық әндері сияқты лирикалық әндерге жатады. Жас жігіттің 14-ші айдай болған, әдемі болған кезден келіп, бойжеткен кезден кездесіп, ғашық болған сезімін білдірген ән. Бірақ бірін-бірінде сөзінде тұрмай, сондықтан әннің әуенінде кішкене реніш, еске алу берілген. Бұл әнді жеңіл ән деп орындауға болады деп айта беруге болмайды. Көбіне кәсіби әншілер өз репертуарларына кіргізіп айтып жүрді. Ал енді қазір Димаштың орындауына байланысты бұл ән барлық жұрттың аузында қазір деп айтуға болады. Соны айтқысы келеді, үйренгісі келеді. Сондай бір үлкен таралуға келіп тұр. Рахмет. Сіздің ойыңызша? Жалпы Дайдидау біздің қазақтың көптеген мыңдаған әндерінің кең қазынасының бірі. Бұл әнді ертеректе әрине ел ішінде айтып жүрді. Бұл кереметтей ән болғаннан кейін осы күнге жетіп отыр. Ұмытылмай жетіп отыр. Және де бұдан бір 20 шақты жыл бұрын Шаңырақ деген біздің бала күнімізде кереметтей кино болды. Сол фильмда осы Дайдидау әнін жаңағы көршісінің қызы аккордеонның сүйемелдеуімен орындап отады. Сол кезде менің ойымша режиссер бұл жерде жаңағы ауылдағы халықтың кешкі тұрым есігі алдына шығып ән айтып отыратынын көрсеткісі келсе керек. Сол кезде осы Дайдидау әні қателеспесем 2 рет орындалады. Сол арқылы мысалға біздің бала күнімізде біз ол әнді бұрын соңды естімесек те осы фильм арқылы біліп осындай ән бар екен ғой деп Дайдидау әнін сол бала күнімізде айтып жүрдік. Мынау Шаңырақтағы ән ғой деп. Соны Дайдидау деп сөзінің басын тауып алып, жаңағы осы ән екен ғой сол кинода орындалатын деп, соны жаттап алып, мектеп кезінде айтып жүргеніміз болды. Одан кейін әрине ел ішінде оны жарқыратып, үлкен сахнаға шығарып жіберген адам соншалықты болмады. Аздап орындап жүрді, көп емес, аздап сахнада орындалып жүрді. Бірақ жалпылама өзінің құрылысына келгенде бұл кең диапазонды кәсіби әндерге жатпайды. Қарапайым ғана жаңағы октава көлеміндегі диапазоны бар, сондай қарапайым әндердің бірі сияқты. Дегенмен де әндегі мына белгілі бір адамға арналғандығы, оның арнау әндер қатарына жататындығы, оның бір шығарушысы кереметтей музыкалық дарыны болғаны білініп тұрады осы әннің өзінің жаңағы болмысынан. Әндегі сөздер қандай керемет, адамның жаңағы теңеулері, сағынышы, жаңағы уәдесінің де уәденің тұрмауы жалған деп айтып жатады, серт. Не деген жаңағы қазақтың өте көне қазіргі кезде мүлдем қолданбайтын сөздердің барлығы қолданады. Бір кезде осы ән туралы әңгіме болған кезде көптеген әдебиетші, музыкатанушылар осы әнді Мағжан Жұмабаевтың әні деп айтып жүрді. Кейбір филологтар бұл осы сөздер Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінде кездеседі деп жатады. Бірақ оның қаншалықты дұрыс-бұрыстығын әлі ешкім көз жеткізіп, нақты Дайдидау әнінің шығу тарихы мынандай деп жазып шыққан адам болған жоқ.
Сондықтан әннің тарихы әлі толық зерттелмеді деп айтсақ болады. Ал енді негізінде ән кәдімгідей халық әні біздің көптеген қазақтың әндерінің бірі. Бірақ нақты әлі нүктесі қойылмады деп ойлаймын. Димаш Құдайбергеннің бұл әнді орындалу немен ерекшеленді? Димаштың орындауында Дайдидау әні құлпырып кетті. Өте жоғары тесситурда өзінің әдемі даусыменен құйқылжытып, күмбірлетіп, саңқылдатып, сұңқылдатып жіберді. Қытай халқы көрермендерінің барлығы оның айтқан уақытында жылап жатыр, айқайлап жатыр. Әннің кереметтегі халыққа әсер еткендігі. Мұндай дауыстың мынау өте сирек кездесетін дауыстың ерекшелігімен әдеміленді ән, және оған әдемілендіретін элементтерді кіргізді Димаш орындағанда. Сонымен бұл ән ерекше бір бояуға енді. Сонымен қызықты бұл ән, сонымен барлығы қазір бұл әнді айтқысы келеді, үйренгісі келеді, танысқысы келеді. Сондықтан екінші өмірі басталды деп толығынан айтуға болады. Сіздің ойыңызша? Енді жаңа алдында айтып кеттік қой, жалпы Дайдидау әні соншалықты үлкен диапазонды бір 1,5 октавалық ән емес, кәдімгідей 1 октава айналасында жүрген ән. Бірақ Димаш оның ішіне өзінің әншілік шеберлігін қосқан. Ең әуелі, ең бірінші айтатынымыз, Димаш ол әнге өзінің жүрегін қосқан. Әнді бастағанның өзінде өте жай дауыспен, жүрегімен айта бастайды. Одан кейін екінші шумағына келгенде ол әнді музыкалық тілмен айтқанда 1 октаваға жоғары көтеріп айтады. Ол жерде енді ары қарай тағы көтергенде 1,5 октава болады, сонда 2,5 октавалық дауысын көрсетеді. Одан әрі қарай екінші шумақтың соңында ол тағы да әнге жаңа қайырмасына модуляциялар қосады. Ол жоғарылай береді, ән жоғарылай береді. Сөйтіп ол тіпті өзінің даусының 3 октаваға жететінін, одан да көпке жете беретінін сол жаңаға музыкалық элементтер арқылы қосып соны көрсеткен. Жалпы мен ойлаймын, Димаштың тек өзі емес, оның продюсері, әкесі, ата-анасы барлығы музыкант болғаннан кейін осындай кеңестер беріп, құлпыртып, әнді жаңартып, ән тіпті мүлдем басқаша жаңа күйде, жаңарған күйінде халыққа танылды. Ал енді жаңағы дәл солай айту керек деген қағида жоқ, бірақ әнді қарапайым ғана қазақтың әнін осылай да айтуға болады деген жаңашылдық енгізген сияқты Димаш. Яғни біз тек қана Дайдидау емес, басқа да Қарғамауды да, Сұржекейді де, Назқоңырды да тура осылай 1 октаваға көтеріліп, модуляциялар қосып айта аламыз деген сөз. Ол тек біздің бүкіл халыққа, орындаушыларға қозғау салды деп ойлаймын. Осы арқылы, Димаштың осылай орындауы арқылы біз әрі қарай қазақ сахнасында, қазақ эстрадасында халық әндерін жаңаша осылайша өңдеп сахнаға, халыққа ұсына аламыз деп ойлаймын. Димаштың шығармашылық болашағы қандай болады деп ойлайсыз? Бұндай дарын иесі осы қалпында қалып қояды деп айтпаймын. Одан мен үлкен үміт күтем. Мынау дүние жүзінің үлкен сахналарында ән айтады деп Анна Трепко қай жерде жүр, сол сахналарға біздің Димаш та барады деп ойлаймын. Әлі талай әндерді, қазақтың өнерін дүниеге паш етіп, өзінде қазақ халқында дүниеге танытады. Сіз қалай ойлайсыз? Енді өзім ең әуелі жалпы Димаштың дауысын естіген кезде бірден оның дауысы және оның өзі шығармашылығы көптеген елдерді халықаралық деңгейдегі әнші болатын бірден білгенмін деп айтсам мақтанғандығым болмас. Бірақ ол туралы мен әлеуметтік желіде де жазғанмын. Тіпті ол жаңағы Витебскадағы Славян базары байқауына қатыспас бұрын, 2 ай бұрын мен жай ғана өз ойымды Димаш туралы жазғам. Ол кезде Димаш туралы ешкім жазып, ешкім ешқандай сөз қозғамаған. Ол Славян базарына дайындалып жүр деген ғана ойды естігенмін. Сол кезде мен оның теледидардан ән айтып жатқан кезде жалпы мынандай ой айтқам. Қазіргі күні әнші де көп, ән де көп, бірақ халықаралық деңгейде қазақтың атын әлемге танытатын бір ғана
әншіні көріп тұрмын, ол Димаш Құдайбергенов деп айтқанмын. Ал шын мәнісінде ол сол деңгейге жетті. Осы өзінің аз ғана жасында, 20-дан енді ғана асқан жасында ол қазақтың атын әлемге таныталды. Және әлемдік деңгейдегі атақтары бар әншілер, композиторлар, продюсерлар Димаш деген атты Димаш арқылы Қазақстанды білді. Қазақстан деген ел бар екен, және Димаш деген әнші бар екен. Оның шын мәнісінде дауысы 4 октаваға жететін, ондай дауысы әрине 1000-нан бір, тіпті миллионнан бір қайталанбайтын дауыс. Димаш сондай дауыс иесі. Және сол арқылы ол қазақтың әнін, елді, халықты әлемдік деңгейге көтеріп танытты. Және осы бағытта бұдан әрі қарай таныла береді деп ойлаймыз. Себебі ел көп өте. Қазіргі күні ол тек қана Қытайды бағындырып жатса, ертеңгі күні ол Европаға кетеді, ары қарай Америка, бүкіл халық, мен ойлаймын, Димашты әлемдік деңгейде таниды. Әлі оның болашағы алда деп ойлаймын. Құрметті ханымдар, бүгінгі отырысқа қатысқаныңызға, өз ойларыңызды білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй. Енді өзіңіздің дайдидауыңызды жазып, бізге жіберіңіздер. Жобамызға қатысты толық ақпарат Киелі Жетісу KZ сайтында. Сау болыңыздар. Келесі 2 аясында кездескенше.